Егемен елімізде тәуелсіздік той желбіреген жылдардан бері 2000-нан астам мешіт есігін айқара ашты. Жалпы мешіт деген ізгілік пен тазалыққа шақыратын қасиетті жер. Ол білім мен мейірімнің мекені десек болады. Ғибратты ғұмырдың кілті бар. Алла тағаланың жердегі үйі еңселі елордамыздың төрінде тағы да бір бой көтерді. Қазір біз тұрған Әзірет Сұлтан мешіті Орта Азиядағы ең үлкен ғибадатханаға айналды. Қожа Ахмет Яссауидің құрметіне аталған бұл мешіттің жалпы ауданы 17.700 шаршы метр құрайды. Әлемдік сәулет өнерінің талаптарына сай зәулім ғимаратқа исламға ықыласы бар жұртшылық жиналды. Рамазан айының алғашқы күні ұйымдастырылған сауапты істердің бірі мешіт асханасында ауызашарға жайылған дастархан. Осындай игілікті әрекетті жасауға ниетті болған алғашқы жандардың бірі Қазақ онлайн бизнес мектебі жобасының авторы, Қазақстандық софтверлік компаниялар қауымдастығының президенті Азаматхан Сайлауұлы Әміртаев. Адамның баласы бауырың дегенді жөн санаған бірегей азаматтың ниетімен жайылған үлкен дастарханда аузы берік мұсылман қауымның әрқайсысына орын табылды. Бүгін шынында да ең алғашқы біздің Әзірет Сұлтан мешітімізде тұсаукесер болып отыр. Шынында айтсақ, бұл үлкен қуанышты күн. Неге дейтін болсақ, біздің алғашқы ашылуында Рамазан айының алғашқы күнінде Сайлау ағамыз, Роза жеңгеміз және де Азамат бауырлымыз сақы жомарттық танытып 400 кісіге дастархан жайып отыр. Білесіздер, пайғамбарымыздың хадисі бар. Егер де кімде-кім қандай да бір жақсылықтың, ізгі істің жолын бастайтын болса, оның сауабы жалғасып жүре береді дейді. Иншалла бұл жақсылықтың, ізгіліктің басын бастап отыр. Иншалла Азамат ағамыз міне осындай ізгіліктің жасайтын кісілер көбейе берсін. Аузашар енді өте сауапты. Тіпті бір құрмамен болсын аузын ашқыз ораза ұстаған кісілерін дейді. Тіпті оған шаман келмесе, жақсылық жасы осы Рамазан айында. Бір-біріңе жақсы сөз сөйлеңдер, бір-біріңе жақсы тілек айтыңдар, біріңді бірін қуандырыңдар дейді. Соның сауабы да өте үлкен. Және 70 жылдық тозақ отынан алыс тұрады ораза ұстаған кісілер. Және раян есігі, жәннаттың есігі болады. Тек қана ораза ұстаған адамдар ғана о жерден кіреді. Иншалла бәрімізде сол раян есігінен кіріп, жәннаттың төрінде болуға Алла нәсіп етсін. Бір ғажап сезімге бөленіп тұрмын. Осыны халыққа сыйлаған елбасымызға мыңда бір рахмат. Осы мешіт халқымызды имандылыққа бөлейтін, жақсылыққа бастайтын, тәртіпке келтіретін, ешқандай криминал болмайтын жағдайда өмір сүретін бір жақсылыққа апарсын деп тілеймін. Бір сөзбен айтқанда, Алла тағаланың қазақстандық мұсылман қауымына берген нығметі орасан зор.